Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі ерекше буф жастығын тігіп үйренетін боламыз. Ал енді схемамен жұмыс. Өздеріңіз білесіздер, ең алдымен матаға суретін салып, схемасын салып, тігуден алдын тура осындай схема сызып үйренеміз. Мінекей мына парақты біз матамыз деп алайық, яғни кәдімгі еннен былай етіп жайғандағы матамыз деп алайық. Бізде матамыздың ені негізгі өлшемі бұл жасықтың несіне 60 см ені, ал ұзындығы 1,90 см болады. Сонда сіздерде үлкен размердегі диаметрі 49 немесе 48 сондай үлкен размердегі жастық шығады. Ал мінекей тура осылай етіп алдық. Енді жанынан тура осылай сызықсамыз. Бұл енді біздің матамыздың еніне жайғандағы көрінісі деп салып алайық. Ал енді тура осы матамызды алып, ортасынан осындай сызық сызып аламыз, белгілеп. Кішкене ғана белгілейсіздер. Одан кейін жанына 5-5 см тастайсыздар. Мінекей тура осылай етіп 5-5 см тастап, бұл ортаңғы бөлігі болады. Тура осылай етіп сызып аласыздар. Одан кейін тура осылай етіп, бізде енді бұл жерде әр клеткамыз 1 см болса, негізі бұл жерде біздің әр клеткамыздың өлшемі енді матаға салған кезде бізде 2,5 см болады. Тура осылай етіп 2,5 деп белгілеп шығу керек. Кейін тура осылай етіп тағы осындай тік сызықтар сызамыз. Бізде бұндай тор көздеріміздің данасы бізде 5 дана болу керек. Екі бетінде де, мінекей, тағы мына бетінде тура солай етіп 2 сантиметрден 5 дана салып аламыз. Ал енді тура осылай етіп, бізде төбе қарай ортасын бөлген кезде тор көздерімізді 2,5 см дедік осынан. Ал енді оның енінен де тура осындай сызықтар жібереміз. Ал мінекей тура осылай етіп, соңғы ішін салып аламыз. Бұл схеманы негізі салмасақ та болады. Схеманы салмасақ та дегенде мынау жиегін салмасақ та болады. Ал егер сіз новичок болсаңыз, салғандарыңыз үшін мен үйреніп қалғансын, өзім тіге алғансын, тура осылай етіп салмай өтіп кетемін. Ал енді өлшемдеріне келсек, бізде ортасындағы бөлігі 10 см болады. Ал оның жанындағы несі бізде 14 см немесе 13 см болса да болады. Яғни жанындағы жиегі 13 немесе 14 см болу керек. Ал мұна ортасындағы бізде қанша? Бұл жерде бізде 5 дана болғасын, бізде тор көзіміздің өлшемі 2,5 см болғасын. Енді бұл жерде біздің өлшеміміз 10 см болады, немесе 10-нан көп болады. 2 см етіп алсаңыз, мына бөлігіміз бізде 10 см болады. Ал матаның ұзындығы 1,90. Ал енді жалпы схеманың өзіне келсек, бізде схемамыз өте оңай салынады. Ол тура осылай шырша секілді. Қасында серігі бар, бір тор көз төмен тура осылай салынып кетеді. Одан кейін бір тор көз бос қалдырып, тағы да осы схеманы салып шығамыз. Ал мінекей дайын. Біздің схемамыз дайын. Бізге керекті схема. Мен енді өзіме керекті жерін кесіп алып тастайын. Яғни түсіндіңіздер деп ойлаймын. Матаның ұзындығы 1,90, екі жиегіне 14 см, ал мына схема салынатын орынға 10 см, ал ортасына 9 немесе 10 см бересіздер. Ал матаның жалпы ені 60 см болу керек. Егер сіздерге бұл сабақ қиын болып жатса, ең алдымен менде ең оңай буф жастық деген мастер-класс бар. Сол жерде толық түсіндіріледі новичоктарға.
ал мінекей енді бүкіл матамызға до конца салып біттік деп есептейік осыны, яғни бұл матамыздың ені, ал мынау ұзындығынан, яғни енінен саламыз қосылғанда. Ал енді бұл схема қосылғанда қалай қосылу керек? Көргендеріңіздей біткен кезде бізде матаның соңына келген кезде басталуы тура осылай басталса, аяқталуы да тура осылай аяқталу керек. Яғни ол дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы болу керек. Жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қазір кішкене артықшылықты алып тастай салайын. Ал мінекей қосылған кезде бұл қалай қосылады? Мен бұны істеп ала салайын. Көп адам қателесіп жатады, яғни дұрыс тікпей қателесіп жатады. Оның себебі схемалары болмай қалғасын, солай болып жатады. Оның себебі енді бізде былай ғой, көбінесе матаны қосқан кезде көбісі дұрыс қоспайды. Схема соңына шейін салған кезде көбісі тура осылай бастап, аяқтағанда тура осылай аяқтайды. Яғни ол дұрыс емес деген сөз. Дұрыс аяқтау үшін бізде осылай басталмау, аяқталуы керісінше аяқталу керек. Яғни тура осындай өрнек жалғасып кету керек. Білінбей қалу керек қосылған жері. Сондықтан сіздерде матаның соңына шейін салғанда сіздерде тура осылай шығу керек. Бір-біріне жалғасып кететіндей өрнек болып шығу керек. Ал егер сіздерде тура осындай қарама-қарсы болып қалса, бір қатарын амал жоқ кесіп алып тастайсыздар, чтобы жастық әдемі шығу үшін. Содан соң жастықтарыңызды қосқан кезде сіздерден мінсіз буш жастық болып шығады, яғни бір-біріне өрнектің қосылған жері білінбей кетеді. Жалпы осындай сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Схема салуды үйрендіңіздер деп ойлаймын. Ендігі кезек осы схема арқылы дұрыс тігуді үйренетін боламыз. Ал мінекей схема бойынша тігіп бастайық енді. Көргендеріңіздей мен дәл қосып алғанмын, тура осылай етіп матамның да екіншісін қосып алғанмын. Ал енді дұрыс қалай тігу керек екенін үйренетін боламыз. Бізде тура осындай шыршалар салып алған едік, екі қатардан ортасын бір көздің қатарын бос қалдырып. Ал енді тігіп бастайық. Так. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай енді мына қатардан бастасаңыздар болады, және мына қатардан бастасаңыздар болады. Маған шеткі қатар көбінесе қиындыққа соғады. Сондықтан сіздерге мына оң жиек жағына жақын қатарды тігіп үйрететін боламын. Екі қатарда бірдей, ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана мынау орналасқаны болмаса. Мінекей тура осылай етіп, келесі бұрышқа апарып қосамыз. Буш жастықты менің каналымдағы көрермендер тігіп көргендер болса, уже үйреніп қалған шығарсыздар, иә? Қандай сызық қайда апарады, өзі көрсетіп тұрады. Түсіндірудің де керегі жоқ. Көрмегендер болса, сіздер үшін тағы бір рет қайталап кетейін. Мінекей мен кесіп алдым, екеуін қосып басын болып тағы көрсетемін. Бізде тура осындай торкөз болады, схема салынған, иә? Вот сол торкөз арқылы тігуіміз керек. Мынамен мынаны қосып емес, мынамен мынаны қосып емес, мына нүктемен мына нүктені қосуымыз керек, яғни сызық көрсетіп тұрған. Ал енді әрқашан бастағанда новичоктарға айтарым, всегда төбе жағынан бастаңыз. Яғни кез келген бұрыштың төбесінен алып қосып бастаңыз. Сіздер бұны былай да тіксеңіздер болады, тура осылай етіп, бір-біріне жақындатып, екі басын қосып тігіп тастасаңыздар да болады, байлап қойсаңыздар да болады. Жұмысты қысқарту үшін көбінесе мен байлап тастаймын, өйткені тігіп отырудан гөрі байлау көбінесе уақытты қысқартады. Ал егер сіздер мына бірінші схемамыздың байланғанына қарай байлайтын болсаңыздар, жіптеріңізді 6 қабат немесе одан да кішкене көп етіп алыңыздар. Мінекей байладық, үстінен тіктік, кешіріңіздер. Енді қайтарамыз, тура осылай етіп басын қоямыз да, артық жіпті кесіп тастаймыз. Кесіп тастамастан да былай жалғастырып тіге беруге болады. Өзі көрсетіп тұрады, дайын келесі қандай тігу керек екенін. Тура осылай етіп, мынаған апарып, одан кейін мынаға қосып, тура осылай ететін боламыз. Ал енді бұның үстінен де бір рет қайтарып қоюымыз керек.
ал мінекей тура осылай етіп тігіп алдық. Сіздерге көрініп тұрған болса, тігіп алдық мінекей. Көргендеріңіздей мен тура осындай бір қатарды, яғни мінекей тура мынандай қатарды тігіп шықтым. Егер сіздер тура осы қатардың екінші қатарында тігіп шықсаңыздар, яғни мынаның серігі тура осы қатарды тігіп шықсаңыздар, сіздерде осындай өрнек пайда болады. Енді айып етпейсіздер, енді уақытты жоғалтпас үшін мен тура осылай етіп алдын ала тігіп алған болатынмын. Мінекей сіздерге живой дәлел, даже тіксең осылай болады деп ұялмай айтатындай тура осылай етіп шығады. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Түсінгендеріңіздей, бізде схема осылай басталады ғой. Яғни ол дегеніміз тура осы жеріне алып, одан кейін сызық көрсетіп тұрған бұрышына барып қосамыз. Ал одан кейін кішкене жылжып, мына бұрышты алып, одан кейін өзінің көрсетіп тұрған бұрышына алып барып қосамыз. Сонда сіздерде тура осындай екі қатар шығады. Менің көргендеріңіздей бәңәлде сіздермен бірге осындай бір қатарын тіктік. Ал сіздер енді екінші қатарын тігулеріңіз керек. Сіздер екінші қатарын тіксеңіздер, сіздерде осындай әдемі ерекше өрнек шығатын болады. Жалпы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіз.